Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, өте әдемі өріктің вареньесін, яғни джемді бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге өрік қажет болады. Өрікті жақсылап суға жуып, тазалап, оның дәнектерін бөліп, ажыратып аламыз осылай. Және де барлығын ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз. Дайын болғаннан кейін оған өзіміздің қалауымыз бойынша дәміне қарай шекер қосамыз. Мен бұл жерде 7 кг өрікке 2 кг қант қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша көбірек немесе одан да азырақ қосуларыңызға болады. Егер қыстың күні өрікті свежий күйінде жегілеріңіз келсе, балғын дәмінде, онда осы күйінде ешқандай қайнатусыз, одноразовый ыдыстарға құйып, тоңазытқышқа сақтап қоюға да болады. Мен де солай бір ыдысқа құйып, оны тоңазытқышқа сақтап қойдым. Ал қалғандарын қазір газға қайнататын боламын. Өрікті газға қойғаннан кейін астын баяу отта жақсылап қайнатып алу керек. 15-20 минуттай қайнатамыз. Бетінде пайда болған көбіктерді жақсылап алып тастап, жаймендеп, баяу отта жақсылап қайта-қайта араластырып отырып, оны қайнатамыз. Жақсылап араластырып отырып, оны 15 минуттай қайнауға қоямыз. Астын қатты қоюға болмайды, өріктің түбі, вареньенің түбі күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті баяу отта жақсылап, жаймендеп, қайта-қайта араластыру арқылы қайнатып отырамыз. Мен қазір оны қазанға күйіп кетпеу үшін қазанға ауыстырып алдым. Және қазанда да жақсылап бір қайнатып аламын. Жақсылап қайнағаннан кейін көбіктері де өзі кетіп, азайып, жабуға дайын болады. Сол кезде банкаларымызда, таза жуылған банкаларымызды қайнаған суға парлап, крышкаларды да осы қайнаған суда жақсылап микробтарын кетіріп аламыз. Оны жақсылап тазартып алғаннан кейін жаймендеп осы дайын болған вареньемізді банкаларға құйып дайындаймыз. Мен бұл жерде шамамен 7 кг өрікті ет тартқыштан өткізіп, оған ешқандай су қоспадым. Тек қана 2 кг шекер қосып, араластырып, қайнатып жауып алдым. Сіздер де осылай істеп көріңіздер. Балалардың жеуіне өте дәмді, сондай жақсы, әдемі түсте варенье, джем шығады. Сіздер де жасап, ұнаса маған лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер.